Ассалаумағалейкум, құрметті кәсіпкерлер, өз кәсібін бастаймын деп ниеттеніп жүрген қандастар, отандастар. Мен бүгін сіздерге өзімнің кәсібімді, кәсіп болғанда жаңағы цитрус өнімдерін өсіру, жабық жерде жылыжайдың ішінде оның ішінде лимон өсіру тәсілін сіздерге үйретемін. Барлық қыр-сырын мен жаңағы өсіру технологиясын сіздермен бірге бөлісетін боламын. Құрметті кәсіпкерлер, бізге лимонмен айналысу үшін бізге не керек бірінші орында? Бірінші орында бізге сапалы көшет керек, сосын жылыжай керек болады. Біз сіздерге ең ыңғайлы тәсілдерін ойлап қойдық. Келешекте сіздерге оңай болу үшін, қиналмастық үшін барлығын сіздерге басынан аяғына дейін үйретіп барамыз. Лимон егуден алдын бізге сапалы көшет керек болады. Сапалы көшет, міне шамамен бойы осындай 35-40 сантиметр, тамыр жүйесі керемет дамыған. Бұл лимон сортының көшеттің атауы Ташкент F1, кәдімгі нағыз ташкентский лимон, өзіміз базарларда іздеп жүретін. Бұл өте жаңағы біздің орта азиялық климатқа сәйкестендірілген, тағы да ауруға төзімді, төмен температураларға төзімді. Мынау лимонды орын дайындап жатқан кезде бізге лимонның тамырына қарай бізге терең қазу мүмкіндігі бар. Тамыры үлкен болып жатса, онда үлкендеу қазамыз. Егер тамыры кішкентай болса, онда әрине кішкентай етіп қазамыз. Бізге әрбір лимонның түбіне бір килограммдай көң керек болады. Ол көң күйген көң, кәдімгі қойдың көңі, жылқының немесе қара малдың, ірі қараның көңі бола береді. Сосын бір салмағы 100 граммдай амофос тыңайтқышы керек болады. Амофос бізге не үшін керек? Амофос топырақтағы ылғалдылықты сақтап тұрады. Және лимонның ағзасына керекті фосфор элементін жеткізіп беріп тұрады. 30 сантиметрдей қазылу керек бізге міндетті түрде. Енді бұған біз көң мен амофосты араластырып саламыз. Бізде көң мынандай кәдімгі жұмсақ, електен өткізілген көң болу керек. Бұл ірі қараның, жылқының немесе қойдың көңі әбден болады бізге. Бұл көң өте 3-4 жылдық көң екен бұл. Сосын мынау көңді салған соң үстіне кішкене топырақ тастаймыз. Кішкене топырақ тастаймыз да бұлай араластырып жібереміз. Таза көңнің үстіне егуге болмайды, міндетті түрде араластыру керек. Енді кішкене амофосты аламыз. Бұлай сеуіп, шамада 100 граммдай болды деп ойлаймын өзім. Кішкене тағы да араластырып жібереміз. Көшетіміздің орны дайын болғасын, көшетті әдемілеп егеміз. Бисмилла деп, бұлай көшетті ұстап тұрамыз. Көшет егілген кезде біз қателікке жол беріп қоймауымыз керек біз. Ең маңызды процесс бұл көшет егу процесі. Егілген кезде мына бұтақтар жердің астында қалып қоймау керек. Сонда топырақ примерно шамамен мына жерге дейін көміліп тұру керек. Көшетті көміп тұру керек. Енді кәдімгіден мынандай жұмсақ топырақпен салып жібересің бе? Жұмсақ топырақпен лопаткамен салсал, жұмсақ топырақпен саламыз. Мына көшетімізді егіп болдық. Егіп болған соң кішкене бұлай көтереміз, чтобы арасында трамбовка болу керек, кішкене. Бос жерлерге де жаңағы не бару керек, топырақ түсу керек. Бұлай үстінен бас қойсақ та бола береді. Енді бұған әбден жақсылап суарамыз. Судың температурасы 17-18 градус болу керек. Егіп атқан кезде сол температурада шам болды. Суымыз тұзды болмау керек, кәдімгі жаңбырдың суы, қардың суы немесе водопроводтың суы әбден бола береді бізге. Әдемілеп суарамыз. Бізде
еккен кезде 10 литр 15 литр су керек болады. Ек болған соң таңертең ексек, мысалы үшін кешкі 6-7-де тағы бір 10 литрмен суарамыз. Сосын арада бір күн өткен соң тағы да суарамыз. Сонымен ары қарай бір апта 10 күнде бір суарамыз. Енді лимон суарған кезде біз қазір бірінші күн ектік, таңертең 10 литр 15 литрмен суарсақ, кешкі 6-7-де тағы бір суарамыз. Сосын ертесіне таңертең емес, кешкі 6-7-де суарамыз. Сосын енді шөлдегеніне қарай, топырақтың кепкеніне қарай, бір аптада немесе 5 күнде немесе тіпті де 10 күнде суарсақ та бола береді. Қысқы мезгілде лимондарымыз айына бір рет қана су ішеді. Бір рет немесе 20 күнде бір рет болуы мүмкін. Ол енді күннің ысуына, қардың жауына, температураға ол байланысты болады. Ал жаздың күні 5-6 күнде тамшылатып суару технологиясымен суарып тұрамыз. Лимон ағашын кәдімгідей бірінші еккен кезде шелекпен, лекімен суарамыз. Ал одан кейінгі суарулар бізге тамшылатып суару технологиясы міндетті түрде керек болады. Ол кәдімгі қара тұрба. Бізде оңтүстік өңірде жылыжай шаруашылығы қатты дамығандықтан бізде түрлері өте көп. Сондықтан осы жерден алып кетулеріңізге болады. Мынандай трубкалар болады. Бұны тамшының тездігіне қарай регулировка настройка жасаса болады, баптаса болады. Оны кәдімгі былай түбіне қойып, ар жақтан ол центральный турбаға қосылады, сосын осыдан суара беруге әбден болады. Енді менің өзімнің технологиям, біздер көптеген тәжірибелер өткізіп, біз мынандай бір схема посадки алдық. Олар дәл менің оң жағындағы мен сол жағындағы лимонның арасы 2,5 метр. Бұл біздің адам жүру үшін ыңғайлы болу үшін 2,5 метр жасадық. Ал бұлай қатарынан әр лимонның арасы 2 метр. Бұл енді ең кәдімгі ыңғайлы технологияның бірі қазіргі заманда. Араларын ұлғайтып ексе де болады, бірақ ұлғайтып ексе кішкене жер жағынан ұтылып қалуларыңыз әбден мүмкін. Лимон ағашымыз бір жасқа жеткен соң, бұған міндетті түрде айына бір рет, 30 күнде бір рет калий гумат деген тыңайтқышымыз бар. Натрий гумат деген тыңайтқышымыз бар. Соларды міндетті түрде беріп тұрайық. Оларды кәдімгі сумен ерітіп, тамшылатып суару арқылы беріп тұрамыз. Тағы да мен сіздерге айта кетейін, мынау көңді бетіне сеуіп қойдық. Біз көңді бетіне не үшін септік? Егер ертең суарған кезде беті жарылатын болса, бұл көң ішке қарай ауаны жібермей тұрады. Сондықтан лимонның тамыр жүйесіне ешқандай зақым келмейді. Сіздерде осылай жасап қоюларыңызға болады әбден. Жапырағы арқылы қоректендіруге әбден болады. Мен айтқан дәрілер богатый, калий гумат, натрий гумат деген дәрілерді пульверизатормен себуге әбден болады. Сондай аппараттарымыз бар, ол қатты қымбат емес, 5-6 мың теңгеге алып себуге болады. Енді технология дамып, қазір көп қоректендіретін заттар жапырағы арқылы беріліп тұр. Біз ұмытпауымыз керек, лимон бұл субтропикалық өсімдік, сондықтан бізге ылғал өте қатты маңызды. Жаздың күндері ерінбей, кәдімгі өзіміз лекімен немесе шлангымен суарып тұрсаңыздар, қанша су көп тисе, лимонымыз құлпырып өседі. Қазір мен сіздерге енді лимонның зиянкестері жайлы айтып өтейін. Кәдімгі бізде агрономдардың тілінде художник деп айтылып кеткен. Ол жапырақты алатын болсақ, хлорофилл ортасында екі шетінде пленкасы болады. Художник деген сол пленканы арт жағына тесіп кіріп, ішіндегі хлорофиллын жеп қояды. Ол енді өте бір қатты зиян келтіретін зиянкес. Онымен қалай күресу керек? Біз енді лимонның ауруын күтпей, айына бір рет профилактикалық емдеп отыруымыз міндетті түрде керек. Тағы да бұған кәдімгі ақ көбелек белокрылка, өз ағаштардың бита деген аурулар болады. Негізі әдебиет көздеріне өте көп аурулар көрсетілген, жазылған, бірақ шүкір оңтүстікте, тағы да Қазақстанда бір 2-ақ немесе 3-ақ түрі кездеседі.
Енді сіздер лимонмен қосып мынандай жаңағы помидор, жаңағы огурцы егетін болсаңыздар, помидорға себілетін дәріні мынаған себе берсеңіздер де әбден болады. Бір-біріне ешқандай зияны жоқ. Лимонмен жаңағы қызанақты да керемет бір-біріне қатар өсіруге бола береді. Жаңа температурасы жағынан бір-біріне ешқандай қатысы жоқ бұлардың. Енді айта кететін тағы бір маңызды мәселеміз ол температура жайлы. Бізге лимонда қыстың күні қандай температура керек? Лимонға қыстың күні қатты суық аяз болған кезде +2 немесе +3 градус ұстап тұрсаңыздар, сол қанағаттанарлық, сол жетеді. Ал жазды күнгі температура ол жазда біз мына пленкалардың біразын ашып тастаймыз. Ол жазды күнгі температура біз үшін қатты не емес, қатерлі емес. Тек қана қыстан аман алып шығу. Сондықтан бізде елімізде солтүстік өңірлерін, тағы да орталық Қазақстан жақтарда жылыжайды жылыту қиынға соғады, өте жылуды ұстап тұру. Сондықтан мен сіздерге кеңес беретін едім, осы лимонды алып егіп бастап көріңіздер. Жаңағы көмірге деген, отынға деген ақшаларыңыз өздеріңіздің қалталарыңызда қалады. Егу көлемі бойынша ақпарат бере кетейін сіздерге. Мысалы үшін бізде дайын жоба бар. 5 сотық, ол кәдімгі 500 шаршы метр болады. 2,5-ға 2 жаңағы схемасын алатын, арғашықты алатын болсақ, 500 шаршы метрге 100 дана лимон ағашы кетеді. 100 дана лимон ағашы егіп болған соң, оған суару тізімін қалай бөлеміз? 5 сотық жерге бір суарған кезде 5 тонна суды бірден беруіміз керек. Дәрі-дәрмекті 5 тонна сумен жаңағы бөшкелермен, мына көріп тұрған сияқты осындай бөшкелеріміз болу керек бізде міндетті түрде. 5 тонна суға жаңағы сатылатын гуми немесе калийдің дайын сұйық түрі бар, жидкий. 5 тонна суға 5 литр калий қосамыз. Гумин қышқылдарын қосамыз. Айына 1 рет. Тағы да онымен қатар мынау Иван Авсинский деген маркідегі тамаша қорек бар. Тыңайтқыш фульвогумат. Осыны жаңағы кезек-кезек беріп тұруға болады. Мысалы үшін апрель айында жаңағы калий гумат, натрий гуматты беретін болсақ, бұны май айында. Ал келесі айдан гумиді берсек болады. Одан кейін тағы мынандай араластырып периодизбен беруге болады. Енді жаңағы дайын топыраққа біз шамамен 1 уыстай амофос тыңайтқышын қосып, бұлай араластырып жібереміз. Бұл тыңайтқыш бізге міндетті түрде керек, қажет. Бұл тыңайтқыш бізге 7-8 ай өзінің пайдалы элементтерін береді. Енді лимонды алып, лимонды еккен кезде де жаңағы мен теплицада көрсеткендей, тура мынау шақтары, бұтақтары топырақтың астында қалып қоймау керек. Сонда шамамен мына жерге дейін біз топырақпен толтырамыз, лимон ағашын көмеміз. Лимон егіп атқан кезде біздегі ағаштың діңгегі дәл түбектің ортасына келу керек. Осылай түбектің ортасына келу керек. Біз көңді қызғанбай енді әдемілеп салуымыз керекпіз көңнің барлығын. Көңді, амофосты дәл осылай тұрса, келесі жылы лимонымыз Құдай қаласа өнім береді, гүлдеп. Көктемге біз лимон еккен кезде жылыжайға да, үйдің үстіне мынандай түбекке, горшокқа еккен кезде де көктемге және күзгі сезон бар бізде. Көктемде оңтүстік өңірлерде наурызға дейін біз егіп тастаймыз. Себебі жер ары қарай қызып кетсе, тамыр алу қиындап кетеді. Ал орталық Қазақстан, батыс өңірлері, шығыс Қазақстан жақтарда апрель айының соңына дейін егуге болады. Енді мынаны әдемілеп суарамыз. Жаңағыдан егіп алдық та, әбден жібітіп суарамыз. Суымыздың температурасы 16-17 градустан төмен болмау керек. Әбден осылай жібітіп суарып, бұнда кешке тағы бір рет әдемілеп суарып тастауымыз керек біз. Лимон жаңадан еккен кезде
жапырақтары еккен кезде бірінші екінші күндер жапырақтары түсіп қалуы мүмкін. Енді одан уайымдайтын нәрсе жоқ, уайымдамаңыздар. Жапырақтары түсіп қалса, ол бір айдың көлемінде жаңа жапырақ шығарады. Ол стресске байланысты. Жапырағы түсіп қалуы да мүмкін, түспей қалуы да мүмкін. Түспей қалса, ол енді тіптен жақсы болады бізге. Тағы да қоса кетейін, бізде жаңағы комнатный лимон, жаңағы тепличный лимон деген ондай нәрсе жоқ. Кәдімгі бір осы лимонды горшокқа егіп, төбекке егіп, үйге қойсаңыз, ол комнатный лимон болады. Үйде салады, бірақ ол енді теплицадағыдай өнім бермейді. Себебі мына бізде топырақ жүйесі, почвенный среда бізде шектеулі, ограниченный, жайқалып өспейді. Бірақ әр 1,5-2 жылда мынаның түбегін ауыстырып тұру керек. Теңдеу бір размер, кең размерге алмастырып тұру керек.